Сабақ барысында жасанды интеллект платформаларын қолданудың еш пайдасы жоқ. Жасанды интеллект платформаларын қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыруға болады. Олардың өздігінен білім алуға тәрбиелейміз. Жи платформаларын сабақ барысында қолдануға уақыт жеткіліксіз. Сабақ барысында жи платформаларын қолдану арқылы оқушылар әдеттегіден көп тапсырмаларды орындайды. Жи платформалары оқушылар мен ұстаздар үшін қолжетімсіз. Жи платформаларын оқушылар мұғалімдердің көмегінсіз өздері пайдалана алады. Олай болса, біз қандай платформаны пайдаланамыз? Мен StoryJumper платформасы арқылы қазір су астындағы балықтар туралы әңгіме құрастырдым. Және де келесі бетте мен осы әңгімеге қатысты сұрақтар құрастырдым. Мен StoryJumper платформасы арқылы өзімнің кіші кітабымды жазып бастадым. Бұл платформа көмегімен мен өз кітабыма түрлі фондар, әртүрлі суреттер қоса аламын. Олай болса, осы платформада қалай жұмыс істеу керек екенін сіздерге үйрететін боламыз. StoryJumper платформасы арқылы өзіміздің кітабымызды қалай жасаймыз? Қараңыздар, ең бірінші біз мәтін керек, мәтінді жазуымыз керек. Жазып көрейік. There was a dog on the beach. Осы жазған сөйлемнің шрифтін өзгерте аламыз, размерін өзгерте аламыз, сондай-ақ түсін өзгерте аламыз. Жоғарғы жақтағы басқа батырмалар арқылы өзгерте аламыз. Және мына қолды көріп тұрсыздар ма? Мына осыны басу арқылы мәтінімізді жоғары төмен қозғап, үлкейтіп, кішірейте аламыз. Енді біз осы мәтінге байланысты суреттерді қойып көрейік. Мысалы, маған иттің суреті керек, мына ит таңдап алдым. Және де басқа түрлерінде іздеп таңдауға болады. Іздеп көрейік. Мынау сүйкімді екен, осыны алайық. Бірнеше ит таңдап алдым, Енді осыларды қойып көрейік. Және бұл қойған суретімізді де үлкейтеміз, кішірейтеміз. Сонымен қатар осы кейіпкерлердің өзімізге ұнайтындай етіп сыртқы келбетін өзгертуімізге болады. Мысалы, өзгертіп көрейік. Шаш үлгісін өзгертейік. Көзін, мұрнын деген сияқты басқа да сырт келбетін өзгертуге болады. Енді жағажайда киетін киім қандай, мысалы, өзгертіп көрейін. Аяқ киімін. Осылай бәрін біткенсін финишті басамыз. Ол кейіпкеріміз мына жаққа түседі және оны негізгі бетке алып келеміз, үлкейтеміз. Енді артқы фонды таңдайық. Жағажай болғансын, мен жағажайдың суретін таңдаймын. Егер бұл ұнамаса, тағы да іздеп көреміз. Іздеп көрейік тағы да. Немесе компьютерде сақталған өзіміздің арнайы фотомыз болса, сол фотоны да қоюға болады. Ол болмаған жағдайда іздейміз. Іздеп көрейік. Так, бич. Мына бірінші фотоны алайын, кешкілі, Осы маған сай келетін сияқты менің кітабыма. Мынаны алып тастайын, артық болатын сияқты. Так, келесі. Енді осы жазылған сөйлемді дұрыс оқылуын өзімнің даусыммен жазып көрейін, Recording басамыз, және де There was a dog on the beach. Мысалы, мен даусым жазылды, Сондай-ақ артқы фонға музыка қосуға болады. Қызықты болу үшін бізде теңіз тұр. Теңіздің дыбысын тауып алайын қазір. Гитара. Ocean. Теңіздің дыбысын тауып алдым. Келесі тағы да қызықтырақ болу үшін иттің үргенін қосайық, Иттің үргенін қосып көрейік. Sound effects таңдап. Енді тіптен қызықты болды біздің кітабымыз. Менің даусым, теңіздің дыбысы және иттің үргені.
жақсы, керемет, сақтап аламыз. Міне, бұл бізде бір бет, иә. Сондай-ақ осы кітаптың бірнеше бетін ары қарай жасауға болады. Мынау екі батырманы басу арқылы артқа немесе алдыға жылжытамыз. Сондай-ақ осы беттерді біз өшіре аламыз. Егер де жетпей қалған болса, қоса аламыз, плюсті басып, және де оның копиясын жасай аламыз. Енді кітабымыздың мұқаба бетін дайындайық. Міндетті түрде бізге бұл кітаптың тақырыбы керек, иә. Так, мен тақырыбымды жазайын. My day at the beach. Жағажайдағы менің бір күнім. Фонды өзгертемін, және стилін де өзгертуге болады, немесе суреттерді де қоюға болады, иә, жаңа өздеріңіз көргендей. Енді қара, ең қызықтысы жоғарғы жақта collaborate батырмасын басу арқылы осы кітапты жасауға мен өзімнің досымды, сыныптасым шақыра аламын. Оның аты жөнін жаза аламын, және аккаунтын жаза аламын, оған шақырту жіберем, және бірлесіп осы кітапты екеуміз жасайтын боламыз. Ең қызықтысы мен үшін осы. Сақтайық және шығайық. Save, exit батырмасын басып. Енді дайын болған кітаптың көрінісін көрейікші. Қараңыздаршы, қандай қызықты кітап шықты, және менің даусымды естиміз. Өте қызықты. Тағы бір қызықты жайт, мен бұл кітапты сата аламын. Дүзете аламын, достарыммен тіпті тегін бөлісе аламын. Сіз де осы платформаны пайдалану арқылы өз кітабыңызды жасаңыз.